Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде 25 желтоқсан. Кеше түнде машинаны жуып алғанбыз. Ол ашылмайды. Қатып қалған машина. Қазір біз неге бара жатырмыз? Продуктыға бара жатырмыз. Майсуын қарадық, машинаны жақсы тез оталды. Аккумулятор жаман емес. Қайта сөйтіп қалдың ба? Мына газ қосылып тұрған ғой. Қалған есіктерді ашақ бар. Әйтпесе қазір жылы болады ғой. Бүгін бізде жексенбі. Қазір барып продукт алып қайтамыз. Мыналарды негізі алдында жолда қалған. Жолда Ақтөбеге жатқанда ішкем. Салқындап, мұздап кеткен. -12 градусты көрсетіп тұр. Күнде салқын болған. Түнде машинаны жуып әкеліп қойғанбыз. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізде желтоқсанның 25-і, жексенбі. Қазір біз Орал қаласындамыз. Орал қаласындағы алғашқы такси қызметіндегі күнімізді өткізетін боламыз. Жол қорытындысы шыққан екен, менде оны скриншот арқылы көрсетем. Қазір енді жолға шығамыз. Бұл жақта бізде 15 тапсырысқа 1500 бонус беретін болса, мұнда 2,5 тапсырысқа, 20 тапсырысқа 2500 бонус береді екен. Қала бойынша бонустар 1320 теңге, коэффициент 100 теңгеден 300 теңгеге. 100 теңгеден бастап 300 теңгеге дейін. Мына орталықтарды коэффициент мына жақта. Біздер Зачаганск деген ауылдамыз. Жолға шығып көрейік, алғашқы тапсырысты қабылдап көрейік. Қазір біз қаланың сыртында Зачаганск деген жердеміз. Қалаға қарай жылжитын боламыз, осыдан тіке жүйе өсек қалаға. Қаланың орталығы, осыдан тіке жүйе өрсек. Әзірге ешқандай тапсырыс түскен жоқ. Приоритет бізде +5. Тапсырымдағы ақша теңгерім қанша теңге екен? 1961 теңге жетеді. Тапсырыс орындауға толықтай жетеді. Орал қаласы. Тапсырыс түспомайтын сияқты бізде. Қолжетімді емес, жеткізу және комфорт тарифі. Жеткізу қызметін алмаймын, өйткені мен қайда не бар екенін білмеймін. Сол себептен қиындау болады. Маған тек эконом тарифін орындайтын боламын. It's that small town underground sound, live from the basement. Killed so many beats, shit, I'm bound to catch a case, bitch. And loose lips sink ships and drown dicks. 5 fingers in,
tricks, I'm too gritty for you prissy type chick shit. I guess I'm pretty picky, bitch, yeah. Bulletproof, making non-believers see the truth, whether live or in the booth. Алғашқы тапсырыс Бостандық көшесі 47-тен Есет Әзірбаев көшесіне. Міне дауысы аз тұрмай. Жап жақын екен. Тапсырысқа дейін 3-8 километр. Кеттік көрейік. Алғашқы тапсырыс. Букина Анна Эдуардовна Ұлы Отан соғысының ардагері тұрады дейді. Терімізде. Букина Анна Эдуардовна деген Отан соғысының ардагері тұрады дейді. Кішкене алдыға келіп қойын. Осылай айтайын. Көрейік алғашқы тапсырысты. Қандай эксперимент өзіме де қызық болып тұр. Оралда көбісі негізі өте сыпайы адамдар. Универде де, мысалы, оқып жатқан жоғары оқу орындарында да керемет апайларда орындарында отырады, көмектеседі, не шаруа, не шешілмей жатыр деп. Өте керемет жер, адамдар да қарапайым. Кеше қызық болған. Мынадай қызық, мен кеше бір байқадым. Мойсамға бардым, обслуженный 2-ақ түйір бокс тұр. Сосын күтіп кірсем 15 минутқа 700 теңге төлейсіз дейді. Пенаны қанша қолдансаң да өзің білесің, суды қанша қолдансаң да өзің білесің. 15 минутқа 700 теңге. Егер жарты сағат қылатын болсаңыз, тура сол 700 теңгеге тағы 1400 теңге. Мен енді 700 теңге бердім, сосын спокойно жуып алдым ғой. Полный машинаны жуып алдым, тіпті ана су тимеген жерлерін жуып алдым ғой. Сосын ана жігітке 500 теңге тастап кеттім. Жаңа ішінде администратор дейді ғой біздегі. Бірақ бұл жақта мойсам өте аз екен, бір байқағаным. Алдыға жүрейін. Алғашқы тапсырыс аяқталды, 620 теңгеге шықты. Келесі тапсырыс түсті. Келесі тапсырыс түсті, оған мына көше, қай көше мынау? Ажақ көшеге соңды қайтқан. Сөзсіз көтті. Баруға дейін 2-6 шақырым. Төрт кіребесі бар екен. Орта жағына тұрмыз. 2 мен 3-тің ортасында 3, мына жерде 2. Ақысыз тегін күту аяқталды. Қазір 35 секундтан кейін. Сосын ақылы күту басталады 7 минуттан кейін. Ешқандай белсенділікті жоймай мен тапсырысты жоя аламын. Екінші тапсырыс жеткізу қызметі 440 теңгеге шықты. Тапсырыс ақылы, келесі тапсырыс. Баратын жеріне дейін бұл әрине бәрі коэффициентсіз түсіп жатыр. Жақынжа мешітке барамыз. Барғанға дейін 2,5 километр көрсетіп тұр. Ал баратын жерімізге дейін 7,5 километр көрсетіп тұр. Бұл жерсіз тапсырысқа келдік қазір. Ең ұзақ тапсырыс осы болды. 14 шақырым, 1700 теңге. Қазір енді ішке бара жатырмыз, тамақ пісті деп жігіттер звондап жатыр, келдік. Мына жерден
мына келесі тапсырыс мынаны қайтеміз. Ол үшін былай істейміз. Интернет жоқ. Ана шыға алмайын ба, желден шыға алмайын ба. Бүгінгі міне 7 тапсырыс орындадық. Қазір 8-ші тапсырысты орындаймыз. Соңғы тапсырыс сосын ішке қайтамыз. Тамақ пісті дейді. Тамаққа барамыз. Жұртта тамақ істеп қойған. Жолдан қаранан алып кеш дейді. Бүгінгі табысты қазір көрсететін боламын. Видеоны счастье, улыбки родных. Вот он мой праздник, и я сделаю все, чтобы он не кончался. Я вижу много добрых снов, знаю, что значит любовь, и я спешу тебя обнять, моя ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И пусть все наши мечты воплотятся в жизнь, красивую, как ты, моя ла-ла.